64-ші сабақ, юнит 64-ке келдік. Мына жерде S апострофын үйренетін боламыз. Ол не? Ол тәуелділікті білдіру үшін, яғни кімнің деген сұраққа байланысты қойылады. Біреуге немесе затқа тиесілі нәрсені көрсету үшін. Мысалға қарайтын болсақ, міне Kate's camera. Кейттің камерасы. Кімге тиесілі? Кейтке. Кімге тиесілі болады? Соның алдына S қойылады. Kate's camera. Кейттің камерасы. My brother's car. Менің ағамның машинасы. Кімнің деген сұраққа жауап береді. Суретке қарайтын болсақ, бір қыз Кейт деген айтады. My camera деп тұр. Менің камерам деп тұр. Яғни біз не деп айтамыз? Kate's camera. Кейттің камерасы. Яғни her camera. Оның камерасы яғни. Міне my brother дейді, менің ағам дейді, айтып тұр my car деп. Менің машинам деп айтып тұр. Сонда бүйтіп айтамыз біз. My brother's car. Менің ағамның машинасы. Яғни his car. Оның машинасы. Менеджердің офисі. The manager's office. Менеджердің офисі. His немесе her office. Оның немесе әйел адамның офисі. They normally use S apostrophe for people. Әдетте дейді. Мына S деген қойылатын апострофпен бұл адамдарға қолданады. Әдетте. I stayed at my sister's house. Мен әпкемнің үйінде қалдым. Яғни тұрдым. Мына жерде бүйтіп айтпаймыз. The house of my sister. Менің әпкемнің машинасы деп. Бұл the house of деген алда келетін болады. Have you met Mr. Black's wife? Сен Mr. Black'тың әйелімен кездестің бе? Дейді. Have you met Mr. Black's wife? Бүйтіп айтпаймыз. The wife of Mr. Black деп айтпаймыз. Яғни мына жерде айтқысы келіп тұрғаны әйел адамдарға, жалпы адамдарға, ер адам болсын, әйел адамға болсын, S пен осы апострофпен қолданады дейді. Are you going to James' party? Сен Джеймстің вечеринкасына барасың ба? Деген. Paul is a man's name. Paul деген ол ер адамның есімі дейді. Paula is a woman's name. Paula деген ол әйел адамның есімі дейді. Міне сол ережедегідей кімнің дегенге жауап беріп тұр. Man's еркектің, woman's әйелдің, James'тің. You can use S apostrophe without a noun after it. Сіз дейді, зат есімді қолданбай-ақ өзін осылай келтіре аласыз дейді сөйлеміңізде. Мысалы, Sophie's hair is longer than Kate's hair деп айтуға болады, немесе Kate's деп тоқтай салуға болады. Яғни Софияның шашы Кейттің шашынан қарағанда ұзынырақ дейді. Whose umbrella is this? Бұл қолшатыр кімдікі? It's my mother's. Бұл менің анамдікі. Немесе It's my mother's umbrella. Бұл менің анамның қолшатыры деп айтуға. Яғни мына ережеде қысқартуға болады деп айтып тұр. Зат есімді артынша келтірмей. Where were you last night? Сен өткен түні қайда болдың? I was at Paul's. Мен Паулдың үйінде болдым. Бізде қазақ тілінде зат есімді қосу керек. Ағылшын тілінде қоспаймыз. Paul's house. Немесе қосуға да болады ағылшын тілінде. Friends және friends дегенді қалай қолданамыз? Friends, егер friend деп бір досты айтатын болсақ, онда содан friendтен кейін апостроф келеді де S қойылады. Friends деп достың. Ал егер де friends деп көпше түрде достар. Сіздер бәлкім білетін шығарсыздар, friends деген S қосылса өзі көпше түрі ғой. Friends достар. Ал енді оған апостроф қосқымыз келсе, онда S алып тастаймыз да тек апостроф қоя қоямыз. Friends үстінде апостроф. Сонда достарымдікі дейді. Мына бірінші картинканы қараңыздар. My house менің үйім дейді. My friend's house менің досымның үйі. One friend бір дос. Онда friendтен кейін апостроф келеді де S қойылады. My friend's house. His house яғни. Немесе her house. We write S apostrophe after friend, student, mother деген сияқты. Бір егерде
бір дос, бір студент, бір ана, friends, student, mother болатын болса, онда содан кейін апострофпен s келеді. My mother's car. Менің анамның машинасы. Бір ана мына жерде. My father's car. Менің әкемнің машинасы. Ал егерде көпше түрлер болатын болса, қараңыз, our house деп тұр. Біздің үй. My friend's house. Менің достарымның үйі. Two or more friends. Екі немесе одан да көп достарға мына friends дейді, тек апостроф қоя қоясыз. Мына жерде жазылып тұр. We write apostrophe after friends, students, parents деген сияқты. My parents' car. Менің ата-анамның машинасы. Міне көпше түрі болғандықтан екі s қойып отырмаймыз. Parents, апостроф еще тағы бір s керек емес. We use of for things, places. Бір нәрселерге, заттарға біз of-ты қолданамыз. Look at the roof of that building. Ана зданияның шатырын қара дейді. That building's roof деп айтпаймыз. Адамдарға айтқандай. We didn't see the beginning of the film. Біз киноның басын көрген жоқпыз. Киноның басын. The beginning of the film. We didn't see the beginning of the film. The film's beginning деп айтпаймыз. Адамдарға айтқандай. Адамдарға s айтамыз. What's the name of this village? Бұл ауылдың аты қалай? Do you know the cause of the problem? Сен проблеманың себебін білесің бе? Дейді. You can sit in the back of the car. Сен машинаның артына отыра аласың дейді. Madrid is the capital of Spain. Мадрид Испанияның астанасы дейді. Бұл сабақтар сіздерге бәлкім қиын болар, бәлкім түсінікті болар. Менің жабық каналымда, Telegram каналымда осыларға қатысты, ережелерге қатысты паттерндар жазылып жатыр. Өте структурированный сондай. Ережелер әрдайым қайталанып келеді. Әрбір паттерн сайын бұрынғы өткен ережелер қайталанып, бұрынғы өткен сөздіктер қайталанып келе береді. Себебі ағылшын тілі қандай да бір тіл оқу үшін әрдайым бұрынғы ережелерді қайталап тұру керек. Ал бізде әдетте ұмытып кетіп жатамыз, ерініп жатамыз. Ал бұл паттерндарда сіздерге сөйтіп жасалынған бұрынғы ережелер қайталанып келіп тұрады. Және жаңа ережелерге бұрынғы сөздіктер келіп тұрады. Бұрынғы сөздіктерге жаңа ережелер қосылып тұрады. Сөйтіп араластырылып жасалынған паттерн. Егерде ол паттернді қалай алу керектігін жоғарыда белгіленген WhatsApp-ма жазсаңыз немесе Telegram-ымызға жазсаңыз болады. Осымен сабағымыз бітті.